Қадірлі тыңдарман, сіздің назарыңызға қаз дауысты Қазыбек би бабамыздың өмірінен алынған түрлі әңгімелер топтамасын ұсынамыз. Бір күні хан, биеке, хан әділетсіз болса, ел не істер деп сұрайды. Сонда Қазыбек би, хан әділетсіз болса, халықтың қарғысын алады. Халықтың қарғысы тас жүректі жібітер. Халық аузындағы дұға да қарғыс та қабыл, одан өткен әділет жоқ дейді. Сонда хан тұрып, биеке, сонда елді не ұстайды? Елді ұстайтын ынтымақ. Ынтымағы кеткен елдің берекесі кетеді. Дауласқан елдің ырысы кем. Татулыққа жеткен елдің түгі түгел, дейді Қазыбек би. Байдың Қазыбек биден ақыл сұрауы. Бір күні бір бай, биеке, дүние жисам ба, әлде бала өсірсем бе, қайсысын жасайын деп сұрайды. Сонда Қазыбек би, дүние деген қолға қонақ қыран, қонғанмен қонақтайды да ұшады. Бала деген сенің артыңдағы із. Балаң жақсы болса, елге тұлға, жаман болса, сорың. Дүниені бала үшін жи. Балаға ақыл тәрбие бер. Дүние балаңды емес, балаң дүниені ұстайды, деп жауап берген екен. Жесір дауы мен ел намысы. Ертеде бір елде жесір дауы шығып, екі рудың арасында жанжал басталады. Бірі, бұл келін бізге тиесілі десе, екіншісі, жоқ, ол біздің рудың қызы, төркініне қайтуы керек, деп екі жақ бір-біріне қылыш суырып атса жаздайды. Бұл мәселені шешу үшін жұрт Қазыбек биге жүгінеді. Сонда Қазыбек би, әй ағайын, жесірдің дауын даулап, ел бүлдірген ел болама, жесір елдің азаматына аманат. Бір әйел үшін ел бүлдірсеңдер, арты опық болады. Бір күндік ұрыс, 40 жылдық өш. Қылышпен алынған ерлік уақытша, ақылмен тоқтаған келісім мәңгілік дейді. Бұл сөзге жұрт сілтідей тынады. Сонда би сөзін жалғап, бұл қыздың жүрегі кімде, келін айта ғой дейді. Сонда қыз көз жасын сүртіп, биеке, мен төркініме қайтсам деймін дейді. Сонда би тұрып, ағайын, қыздың еркі өзінде, қазақтың заңы да сол, қыз бен жесірдің еркі өзінде болмаса, ел болудан қаламыз, деп кесімді үкім айтады. Қазыбек би мен хан кеңесі. Бір күні елдің берекесі қашып, ұрлық көбейіп, дау-дамай бітпей кетеді. Жұрт ханға шағым айта бастайды. Хан Қазыбек биді шақырып, биеке, елдің тыныштығы кетіп барат, не істесек екен, деп сұрайды. Сонда би, билік басшыда, басшы әділетті болса, халық тыныш, ханның көлеңкесі қара болса, елдің күні қараң. Әуелі ханның өзі әділ болсын, екіншіден биді таза ұста, үшіншіден ұры мен залымды елден аласта, дейді. Сонда хан тұрып, ал елдің бірлігін қалай сақтаймыз, деп сұрайды. Оған Қазыбек би, ынтымақ елді біріктіреді, ағайын тату болса ас көп, жиын тату болса дау жоқ, жұрт бір-бірін тыңдаса соғысы жоқ. Сондықтан елдің игі жақсыларын жинап, халықтың мұңын тыңда, сонда ғана ел түзеледі, деген екен. 3 баланың сынағы. Бір күні Қазыбек биге 3 бала дау айтып келеді. Олар бір дана қылышқа таласады екен. Бірінші бала тұрып, бұл қылыш менікі, әкем соғыста алған, маған мұра етіп қалдырды. Екіншісі тұрып, жоқ, оны мен тауып алдым, дейді екен. Үшіншісі болса, қылышты әкем екеуміз екеуінен де бұрын ұстап едік, қазір ол менікі, дейді. Жұрт аң-таң, би біраз ойланып, жарайды, ендеше үшеуіңе бір сұрақ қоямын. Кім дұрыс жауап берсе, қылышты соған беремін, дейді. Бұл қылыш сендерге не үшін қажет, деп сұрайды. Сонда бірінші бала тұрып, дұшпанды өлтіру үшін керек, дейді. Екінші бала болса, байлық пен атақ үшін керек. Үшінші бала, елді қорғап, әділеттілік орнату үшін керек, дейді.
Балалардың жауабын естіген би, қылыш елді қорғап, әділдікті сақтау үшін жаралған. Екі бала билік пен қан төгуді ойлап отыр. Ал қылыштың нағыз иесі міне үшінші бала, деп қылышты соған берген екен. Қазыбек би мен алаяқ көпес. Бір күні бір көпестің базардан арзанға мал алып, елді алдап жүргенін жұрт естіп, биге шағымданады. Би көпесті шақырып, сен адал саттың ба? Деп сұрайды. Әркім өз пайдасын ойлайды ғой, дейді көпес. Сонда Қазыбек би тұрып, пайда адал еңбектен, арам сауда аз күндік қызық. Елің алданса, сенің байлығың харам, елдің көз жасы жібермейді, дейді. Содан көпес ұялып, елден кешірім сұрап, әділ саудаға көшкен екен. Қазыбек би мен бірлікті сақтаған сөз. Бірде елге дұшпан шабады. Қорқақтар жан жаққа қашып, ел басы бірігудің орнына әркім өз басын күйттейді. Сол кезде Қазыбек би елді жинап алып, қайран елім, бірлік кетсе тірлік кетеді, бірігіп жауға қарсы тұрмасақ, ертең жер де, ел де қолдан кетеді, дейді. Сонда бір қарт, биеке, елді қалай біріктірмекпіз, деп сұрайды. Сонда би, елді ауыз бірлік біріктіреді. Дұшпаннан қорқу қорқақтың ісі, жер ата-баба аманаты. Оны сақтай алмасақ, тірі жүріп өлі боламыз. Кәне, жауға қарсы тұрайық, деп елді рухтандырып шайқасқа бастаған екен.